Ассалаумағалейкум көрермен қауым. Бүгінгі видеоролигімізде алдарыңыздағы схеманы таныстырып кеткім келіп отыр. Бұл схемамыз 3 фазалы болсын немесе 1 фазалы болсын айнымалы токпен жұмыс істейтін электр қозғалтқышымызды тұрақты тоқтың көмегімен сол екі обмоткасына бере отырып тұрақты тоқты біз оны динамикалық былайша айтқан кезде тежеу әдісін көрсетпекпін. Былайша айтқан тормоз ғой орысша айтқан кезде. Бұл схемада қарап отырсаңыздар 3 контактор бар. Оның 2 контакторы негізгі контактор болып табылады. Яғни реверс оңға солға айландыратын. Және де 3-ші контакторымыз ол жаңағы тұрақты тоқты өткізетін жеке контактор болып табылады. Мынау тұрған 24 вольттық тұрақты тоқ көзі, яғни блок питания. Мысалға мынау тұрған біздің жағдайымызда мына блок питанияны қосып көрсетемін. 3 фазамен жұмыс істейді. 380 вольтпен шығысында 24-тен 28-де 8 вольтқа дейін шығаруға мүмкіндік береді. 20 амперлік. Жаңағы контактілеріміз мынау тұрған екеуі, және де бұл екеуіне қосымша доп контакты керек. Мынандай. Оның қазір не үшін керек екенін түсіндірем. Былай төбесіне киіледі. Сонан соң жаңағы 3-ші контакторымыз мынау тұр. Жеке тұрақты тоқты өткізетін. Бұған доп контактының керегі жоқ мынандай. Және де 220 вольттық тоқпен жұмыс істейтін қарапайым реле екеу керек. Сонан соң мынандай 2 кнопка керек. Мына кнопкамыз тұр, мына екеуі. Кез келген кнопка болады. Негізі бұл кнопканың орнына релемен де басқаруға болады, контроллерден немесе алыстан да басқаруға болады деген сияқты. Біздің жағдайымызда қарапайым кнопка қойып мысалы ретінде қосып көрсетем. Енді схеманы кішігірім түсіндіріп кетейін. Мысалы қарасаңыздар, бұл жерде қарапайым реверстелген, міне қарап отырсаңыздар, 2 контактордың көмегімен 380 вольт 3 фаза екеуіне де кіреді, 2 контакторымызға де. Бірақ 2 фазаның орны ауысады. Осы перемешка дейді, былайша айтқанда секіртпе берілген жерден 2 фазаның орны ауысады. Оның мақсаты мына моторымызды біресе оңға, біресе солға айландыру. 2 фазаны ауыстыра отырып. Мысалға мынау К1-ді басқан кезде моторымыз оңға айланса, К2-ні басқан кезде моторымыз солға айланады деген сияқты. Шығысында да 2 контактордың шығысында да секіртпелер берілген. Міне. Ол енді схема өзі стандартты түрдегі схема ғой. Бұл анау айтқандай қатты бас қатыратын жері жоқ бұл жердің. Ендігісі біздің мынау 3-ші контактор. Мынау тұрған. Бұның мақсаты қарап отырсаңыздар 24 вольттық тұрақты тоғымыз төбесінен кіреді. Оның 2 күштік контактысынан кіреді. 2 шетінен болмаса 1 шетінен, және ортасынан айырмашылық жоқ ешқандай. Сөйтеді да ол шығады, сосын барып олар бірінші мынау КМ2 деген мына бір контакторымыздың доп контактысының нормально закрытие, яғни өшіп тұрған кезде тізбек тұйықталып тұратын 2 контактысынан өтеді. Мына NC деген астынан кіреді екеуі плюс-минус. Сөйтті плюс-минус үстінен шығып, міне үстінен шығып, қараңыздар. Мынау жеке арнайы тұрақты тоқты өткізетін контакторымыздың төбесінен плюс-минус кіріп, астынан шығып, доп контактымыздың КМ2 деген контакторымыздың үстінде тұрған доп контактымыздың астынан кіреді. Үстінен кірсе де ол айырмашылық жоқ деген, просто түсіндіріп жатырмын. Астынан кірді делік, үстінен шығады, өшіп тұрған кезде айланып келіп, екінші реверс жасайтын контакторымыздың доп контактысының үстіңгі нормальный закрытие 2 контактысына кіреді, плюс-минусымыз, тұйықталып тұратын контактымыздың. Сөйтіп ол шығады да, міне айланып келіп кірді, сөйтіп шықты да, кез келген мынау электр қозғалтқышымыздың 2 обмоткасына беріледі бастаған кезде. 3 сым шығып тұрады, сол 3 сымның екеуіне, кез келген екеуіне бастаған кезде тікелей жалғанады. Осы арқылы бұл тормоз береді бастаған кезде. Енді бұлайша жүзеге асады. Автоматты көтереміз, 3 фазаны беретін. Сосын барып
блок питанияның өзінің однополюсті автоматын көтереміз. Егер де 220 мен істейтін болса, біздің схемамызда 220 мен істейтін блок питания көрсетілген. Біздің қазір қолданайын деп тұрғанымызда 3 фазамен жұмыс істейтін Siemens-тің блок питаниясы қолданайын деп тұрық. Былай айтқан кезде айырмашылық жоқ. Ең бастысы тұрақты тоқ берсе болды. Бірақ мықтысы керек. Өйткені жаңағы біз берудегі мақсатым 380 жоғалған кезде оның орнына аяқ астынан көздеспе жылдамдықтың уақыт арасында 380-нің орнына 24 вольт беру арқылы біз моторымызды тоқтату керек болып тұр да. Сол переключение, яғни ауысу уақытысында өте үлкен тоқ тартады екен. Әсіресе егер де мынау әлсіз болса, блок питаниямыз әсіресе әлсіз болса, защита қайта кете беретін болады. Сондықтан өте мықтысын алу керек. Параметрі мықтысы 20 ампер дегеніміз мысалға. Одан да мықтысын алған дұрыс. 40 амперлік па, немесе шығысына конденсаторларды жалғау керек қосымша. Мысалы мен жағдайымда қазір 2200 микрофарадалық конденсатордан екеуін жалғап қоям. Өйткені өзінің шығысындағы ішінде тұрған блок питанияның ішіндегі сыйымдылықтар аздық қылып тұр. Негізі бар болып жатса 5000-нан 10000 микрофарадаға дейін жалғап қойсаңыз, защитаға кетпейтін болады. Қайта өшіп қалмайды да мынау защитаға кетіп. Өйткені қысқа тұйықталу тоғы айтқан кезде басымырақ болады да, мынау қорғанам деп защитаға кіріп кете береді. Өйткені мотор айланып тұрған кезде сіз өшіресіз, бір кнопканы басқан кезде өшеді, жіберген кезде аяқ астынан 24 пайда болады да, аяқтан келіп екі амонткасына беріледі. Бұл как айтқан кезде, ол кезде жаңаға 24 берген тоғымызға қасарысып магнитөрстер біздің берген 24 вольтымызды қысқа тұйықтау есебінде қылып тоқты артып кетеді. Соның арқасынан блок питаниямыз защитаға кетіп қала береді екен. Соны байқадым. Мына қараңыздар енді. Мына бір кнопканы бастық делік. Екеуін де көтердік, бәрі істеп тұр. Ол кезде мынау контакторымыз іске қосылады. Контакторымыз қосылады. Өткен себебі қараңыздар. Бұл контакторымыздың катушкасының бір ұшы 0-ге тікелей жалғанып тұр. 0-ге. Екінші ұшы мынау тұрған екі релеміздің 220 вольт катушкасы бар. Нормально закрытий контактынан фаза өтіп біріншісінен, одан шығып екіншісінің нормально закрытий контактысына кіріп, одан шығып барып, мынау КМ3 деген контакторымызды қосып тұрады. Яғни тұрақты тоғымыз өтіп, мынау жаңаға моторымызға барып, оны тасқып ұстап тұрады, орнынан қозғалтпастан. Енді мына кезілген бір кнопканы басқан кезде К1 или К2 айырмашылық жоқ. Біз К1-ді бастық делік, басып келіп жергілік. Бұл барады да, блокировка істелген, өзі қарапайым реверс схемасында блокировка міндетті түрде істеледі. Өйткені защита от дурака дейді. Екі кнопканы басып қалған кезде біреуі ғана істеу керек. Немесе біреуін басып тұрып екіншісін басқан кезде екінші контактор қосылып қалмау керек, қысқа тұйықталу болмау керек. Сол үшін істелінеді блокировка деген. Мысалы осы К1-ді бастық, оған фаза жалғанған. Екі кнопкамыздың нормально открытый контактысына фаза берілген, перемешка секретпе арқылы. Мысалы К1-ді бастық, фаза өтті, бұлай барды да КМ2 деген контакторымыздың нормально закрытый контактысы арқылы, бұда өзі док контактыдан бөлек нормально закрытый NC деген бір жеке контактысы бар, және NO деген тағы бір контактысы бар. Осы NC-ні қолданамыз. Содан өтіп барады да бірінші жолына Q1-дің несіне барады, катушкасының бір ұшына барады, бір ұшына. Бірақ қосылмайды. Не себепті? Өткен себебі бұның екінші ұштары бірігіп, екі контакторымыздың екінші катушкаларының ұштары бірігіп, ол барып, мынау тұрған тұрақты тоқ өткізетін арнайы контакторымыздың нормально закрытие, яғни NC деген контактымыз арқылы 0 өтіп тұр, қараңыздар. Мына тұр. 0 келіп тұр. Бұлай қарай өте алмай тұр. Өткен себебі жаңа айтқанымдай бірінші қосылған кезде мына контактор тартылып тұрады. Айтқан кезде тартылып, ішке кіріп, қосылып тұрады. Яғни тұрақты тоқты өткізіп тұрады. Сол кезде NC-міз айтқан кезде тізбек ажырап тұрады да, одан нөліміз өте алмай тұрады. Да, былайша. Енді қараңыздар, бастық, фазамыз былай өтіп барды да, наған барды, бірақ мына қосылмады. Өйткені 0 жоқ. Ол былай барады да, мынау L1 деген
мынау бір релемізді қосады. Релеміз қосылған кезде мынау нормальный закрытый контактымыз тізбегі ажырап, былайша айтқан кезде бұдан өтіп атқан мынау тұрған фазамыз өте алмай қалады. Өте алмағаннан кейін ол мынаға барып тұрады. Мынау контакт тұрақты тоқты өткізіп тұрған контакторымызды қосып тұрады. Оған өте алмағаннан кейін бұл контакторымыз өшеді. Сәйкесінше өшкен себепті мынау нормальный закрытый контактымыз қайтадан өзінің қалпына келіп, өзінің бойынан өте алмай тұрған жаңағы нөлімізді өткізіп, жаңағы кембрдің екінші ұшына барады. Сол кезде ғана мынау контакторымыз іске қосылып, өзінің бойынан жаңағы 380 вольтымыз өткізіп, мынаны оңға немесе солға айландырады. Қараңыздар, бұл жерде екі қорғаныс бар. Бірінші контактор арқылы, жеке контактор арқылы, сонан соң барып екі доп контактілер арқылы. Егерде мынау жабысып қалды дегеннің өзінде, мынау контакторымыз жабысып қалды дегеннің өзінде, мынау екі доп контактымыз қорғайтын болады. Немесе мына екеуінің біреуі жабысып қалды дегеннің өзінде, немесе екеуі де жабысып қалды деп есептейік. Ол кезде де бұл жабысқан кезде өзі контакторымыз ішке кіреді да, кез келген контакторымыз қайттан қайтпай қалады. Сол кезде жабысып қалды деген сөз сол болады. Яғни контактілер бірге жабысады, қысқа тұйықталып алған кезде сосын қайтпай қалады. Ол кезде мынау доп контактымызда ішке кірген күйі бірге тартылып қалады былайша. Яғни біздің нормальный закрытый контактілеріміздің былайша айтқан кезде тізбегі ажырап қалады екеуінің. Яғни тоқ өте алмай қалады, тұрақты тоғымыз. Тұрақты тоғымыз өте алмай қалды, бірақ 380 өтіп тұр дейік, кез келген біреу жабысып қалды. Бірақ қысқа тұйықталу болмайды. Не себепті? Өйткені біріншіден доп контактымыз ажырап қалды, тізбек 380 ары қарай өте алмайды, мынау айланып келіп блок питаниямызды күйдіре алмайды башқан кезде. Оның алдына мынау да өшіп қалады. Мынау контакторымыз. Былайша айтқан кезде двойной защита болып тұр ғой. Екі есе қорғаныс. Біреу қорғай алмаса, екіншісі қорғау керек. Былайша айтқан кезде. Енді түсінген шығар деп ойлаймын сіздерді. Енді қазір осыны қосып көрсетейін. Екіншісі K2 деген, K2 деген кнопканы басқан кезде дәл сол процесс жүреді. Ол барып мынаның доп контактысының жаңағы NC контактысының блокировка арқылы өтіп, мынаған барады, бірақ мына қосылмайды. Сосын барып мынаған барады, мынау қосылған екен, мынау өшеді. Бұдан өте алмай жатқан фазамыз өте алмаған екен, мынауымыз өшеді. Тұрақты тоғымызды беріп тұрған контакторымыз. Ары қарай бұл өшкен екен, мынау нормальный закрытый контактымыз қайтадан тұйықталып, өзінің бойынан қайтадан нөлді өткізеді. Ары қарай сол процесс тағы қайталана береді былайша айтқан кезде. Қазір осының барлығын схема бойынша жинап сіздерге көрсететін боламын. Міне қағаздағы схеманы жинап қойдым. Мынау жаңағы блок питаниямыз 3 базамен жұмыс істейтін, 3 база жалғанып тұр. Міне оған жеке автомат, жеке 3 база мынау моторымызға, оның екі негізгі контакторымыз өзінің доп контактысымен жаңағы 24 вольтты ажыратып отыратын кезек-кезек. Мынау жаңағы арнайы 24 вольтты ажыратып отыратын жеке контактор. Екі кнопкамыз оңға солға, және де екі релеміз қарапайым, катушкасы 220 вольтпен істейтінде. Жалпы негізі барлығын 24 вольтпен істейтін контакторлер болсын, релемен де істеп жинап шығуға болады, істей береді. Схема кішкене өзгергенде ешқандай ештеңе өзгермейді, тек қана басқару жағын 24-пен жинап шығу керек та, тек қана сол ғана. Күштік силовой жағы сол күйінше қалады. Мынау жаңа екі конденсаторымызды жалғап қойдым. Общий шамамен өзінің ішіндегісімен жаңа екеуімен қосып примерно 6600 микрофарада болып тұр. Соның өзі кейде жетпей азық қалып тұр. Соған қарағанда меніңше желательно 10.000 микрофарадалық конденсатор табу керек. Немесе бір қандай да бір аккумулятор болса, мысалға екі аккумуляторды тізбектей жалғап 24 вольттық. Олар жалпы өзі 14-7, 14-7-тен зарядталған кезде примерно 29-30 вольт болады. Ona жерде сондай примерно сол 28-29 вольт шығып тұрады. Зарядталып та тұра береді. Осы жұмыс істеген кезінде, егер де мынандай үлкен мотор болса, өте жиі кетеді екен защитаға. Мынандайларға анда-санда кетіп тұрады защитаға. Аккумулятор болса, вообще мықты болады дегенім ғой. Ал конденсатор енді табыла қоймайды, өйткені 10.000 микрофарадалық конденсатор табу да оңай емес. Сатып алсаң ол қымбат тұрады дегенім ғой.
Жалпы сондай әдістерін қолдана отырып мәселені шешуге болады да. Қазір енді бірінші мынау мотордың автоматын қосам, бірақ блок питанияны қоспаймын. Үстіп айландырып көреміз. Оңға или солға біреуін басам. Жібереме. Сәл айланып тоқтап жатыр. Міне. Мынау қосылады, мынау өшеді, сосын барып қана мынау қосылады. Енді екінші кнопка. Міне. Біреу оңға, біреу солға. Қазір қараңыз, блок питания өшіп тұр. Қолмен бұрасақ, емін еркін айланып тұр. Енді блок питанияны қосам. Міне. Қостым. Свет жанында, яғни 24 вольтымыз пайда болды. Мен өтіп, ары қарай амоткасына беріліп тұр, екі амоткасының арасына. Қазір бұны бұрау қиын, алдыңдан қарағанда. Қысылып тұрған сияқты будто. Клинт етіп ше. Енді бір кнопканы басып, қосып өшіріп көрейік. Қалай болатынын. Басам, жіберем. Моментально тоқтап отыр, көрдіңіздер ме? Басам, өшірем. Тағы да. Басам, өшірем. Енді блок питанияны қайтадан өшіріп қояйық. Сосын тағы қосып көрсетейін. Яғни тұрақты өшті. Басам, өшірем. Көрінді, кішкене болса айналады. Енді керінше. Басам, өшірем. Мынау енді кішкене сәл тоқтап қалып жатыр. Былай айлансам. Енді былай айландырып көрейік. Сәл айланады, көрінді. Сәл. Ал егерде блок питанияны қосатын болсақ, вообще тас болады. Моментально қатып қалады. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыз, защитаға кетуі мүмкін қазір, көрсетейін соңында. Бір жақ айландырам, сосын барып екінші жақ айландырғанда көбінесе сол жағдайда защитаға кетеді. Өшірем екінші жаққа. Көрдіңіз бе? Өшіп қалды. Яғни қысқа тұйықтауды ойлады да, мына блок питаниямыз защитаға кетіп қалды. Ол үшін өшіріп, кішкене күту керек. Мына ішінде емкостьта сыйымдылықтағы заряд біту керек. Сосын барып қайттан қосу керек. Қайттан қосылды. Міне. Әсіресе кері қарай айналған кезде өшіп қалады екен, соны байқадым. Міне, көрдіңіздер ме? Осын болдырмас үшін 10 мың микрофарадалық немесе аккумулятор жалғау керек. Міне осымен біздің видеоролигіміз аяқталды. Оның қандай да бір мақсатта қолдану керек болса, бәрін пайдасы тиіп қалар деген ниетпен түсіріп отырмын жалпы. Әсіресе мотор редукторлар болады. Мотор редуктор. Соларды тоқтату өте оңай. Өйткені шестеренкалар арқылы беріледі ғой, айналу моменті. Оның өзі жалпы тормозсыз-ақ айналу өте қиын. Егер кішкене осылай блок питаниямен обмоткасына тұрақты бере отырып тоқтатса, вообще тас болады, ол кәдімгідей қатып қалады. Өйткені редуктордың өзі кәдімгідей пайдасын береді тоқтатуға. Міне осымен біздің видеоролигіміз аяқталды. Ендеше каналға тіркеліп, осы видеороликтерді таныс тамырларыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ендеше аман сау болыңыздар.